3-4 сабақ. Ғаламның ғажайып сандары. Ғалам алуан түрлі формада болатын, әрі ұдайы өзгеріп отыратын, кеңістік пен уақыт бойынша шеті де, шегі де жоқ бүкіл дүние. Ғаламды зерттеумен тікелей шұғылданатын ғылым астрономия. Ал барлық ғылым білімге негізделген ғалам жөніндегі пайымдаулар космологияның мәселесі болып есептеледі. Ғалам туралы ұғымның дамуы бірнеше кезеңге бөлінеді. Ғаламның шексіздігі туралы алғашқы пікір ежелгі дәуірдегі грек ғалымы Гераклиттің біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырлардағы еңбектерінде кездеседі. Ол ғалам мәңгілік, аспан денелерін құрайтын материя жаңадан жасалмайды және жойылмайды деп тұжырымдаған. Одан кейінгі дәуірлерде жердің шар тәрізді екенін және аспан шырақтарының бір-бірінен алшақтығын анықтауға байланысты зерттеулер жүргізілген. Жердің шар тәрізділігі туралы түсінікке сүйеніп, грек философы Филолай және грек астрономы Аристарх Самосский жердің қозғалатыны жөнінде жорамал жасаған. Жерді аспан денелерінің бірі деп санаған Коперник болатын. Джордж Бруно одан әрі дамытып, жұлдыздар әлемі шексіз деген тұжырымға келді.